Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Сіздермен бірге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты Танабаева Гүлмира Төлебаевна. Сіздерге мектеп жасына дейінгі балаға әдебиеттік білім беру пәнінен лекция оқимын. Бүгін бізде 9-шы лекция. 9-шы лекцияның тақырыбы балаларды әдебиеттік білім беру арқылы жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарға баулу. Осы тақырып аясында біз төмендегі мәселелерді қарастырамыз. Бірінші мәселе, балаларды әдебиеттік білім беру арқылы жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарға баулу жолдары. Екінші мәселе, балаларды құрдастарымен қайырымды, мейірімді қарым-қатынасқа тәрбиелеу. Яғни осы екі мәселе төңірегінде сөз қозғаймыз. Ұлттық құндылықтарға әр халықтың ғасырлар бойы жинақтаған ұлттық, рухани және мәдени құндылықтар жатады. Осы құндылықтарды ұрпағымыздың бойына сіңіріп, оқу тәрбиесінде ұлтжандылыққа, отаншылдық пен салт дәстүрімізді құрметтеуге баулып, өз халқын, өз мемлекетін көздің қарашығындай қорғайтын тұлғаларды тәрбиелеу ұстаздар алдындағы басты міндет. Ұлтымыздың тұнып тұрған асыл мұра, рухани байлығын оқыту үрдісіне енгізу арқылы қазақ халқының құнды ойларын, даналық пәлсапасын, өмірлік тәжірибесін халық игілігі үшін қолдана алатын жан-жақты дамыған, білімді, өзіндік көзқарасы бар жеке тұлғаны қалыптастырамыз. Яғни кез келген педагог тәрбиешінің де басты міндеті осы болып табылады. Ғасырлар шеруінде халқымыздың алақанына салып аялаған баға жетпес рухани мұрасы, даналық дариясы оның әдебиетінен көрініс табады. Туған тілін сүюден басталатын махаббат, ел жандылықтан адамзатты шексіз құрметтеуге дейін өседі. Жасынан туған халқының даналығымен сусындап, оның өсиетінен нәр алып, әдебиетті сүйіп, сол арқылы ұлтжанды азамат болып өсері хақ, деді аса көрнекті әдебиеттанушы Шериаздан Елеукенов. Қай заманда болмасын, адамзат алдында тұратын ұлы міндет өзінің өмірін жалғастырушы саналы ұрпақ тәрбиелеу. Ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағы, келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелеріне жан-жақты жетілген, ақыл парасаты мол, мәдени ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу кезек күттірмейтін іс екені сөзсіз. Халық даналығында бір баланы адам етіп өсіргенше бір шағат апат болады деген сөз бар. Яғни бұл бала тәрбиесінің өзіндік қиындығын көрсетіп отыр. Осы салыстырудың өзінен ақ баланың шын мәнінде адам болып қалыптасуы қыруар уақыт пен тер төгетін еңбек екендігін көрсетіп отыр. Ту жанында қисық ағаш жатпайды дегендей, сом тараулы тәрбие жолының тоғысар тұсы халықтың өзінде, ата-баба салт санасында, дәстүрінде, жас ұрпақты ұлт мақтанышы мен патриотизм рухында қалай тәрбиелесек, еліміздің болашағы да жарқын болатыны белгілі. Даналық білімнен нәр алады. Даналыққа апаратын жол ұзақ әрі қиын. Сондықтан да жастарға басты қиындықтарды көре білетін, әлеуметтік ақыл ойға сәтті кіруге көмектесетін жақсы жолбасшы керек. Ал енді сол баланың бойындағы дұрыс тәрбиені қалыптастыру бұл болашақ тәрбиешілердің міндеттері, яғни сіздердің міндеттеріңіз болып табылады. Ал енді мектеп жасына дейінгі балаларға ұлттық тәрбиені біз өзіміздің салт дәстүрлерімізді, мәдени мұрамызды, тілімізді, жәдігерлерімізді таныстыру арқылы, соларды түрлі инновациялық технологияларды және дәстүрлі әдістерді ұштастыра кіріктіре арқылы, оқыту арқылы ұғындыра аламыз.
Жалпы мектеп жасына дейінгі балалар тек қана ұлттың мәдениетін, салт дәстүрін ғана меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар ересектерді, өздерінің құрдастарын сыйлауды, қадірлеуді білу керек. Мектеп жасына дейінгі балалар мен олардың құрдастарының арасындағы қарым-қатынастардың ерекшеліктеріне келер болсақ, ересектермен қарағанда қарым-қатынастағы ол эмоцияның ашықтығы, яғни өзінің құрдастарымен бала ересектермен қарым-қатынастағыдай белгілі бір шектеуде емес, ол құрдастарымен еркін қарым-қатынаста болады, және де өзінің эмоциясын, көңіл күйін, қуанышын, барлығын еркін білдіре алады. Яғни стандартты емес және реттелмеген болып табылады. Ал өзіндік үшінші бір ерекшелігіне тоқталсақ, бұл проблемалы жауаптардың басымдылығы болып табылады. Баланың өзінің құрдастарымен қарым-қатынасындағы. Алғашқы нәрсе сіздің көзіңізді ұстайды. Балалардың қарым-қатынасының өте жарқын эмоциялық қанықтылығы. Олар тек тыныш сөйлей алмайды. Олар сөйлейді, айқайлайды, күледі, шапшаң, және бірін-бірі қорқытады, және бір мезгілде қуанышпен эмоциясын басады. Эмоционалдық пен еркіндіктің жоғарылауы сәбилердің ересектермен өзара әрекеттесуінен байланыстыратын айтарлықтай ерекшелендіреді. Құрдастармен араласқанда әртүрлі эмоционалдық жай-күйілерді білдіретін, айқын көрінетін имидждік көріністер шамамен 10 есеге көрінеді. Бұл зорлық-зомбылықтан, қуанышқа, нәзіктік пен қайырымдылықтан күреске дейін. Кез келген ұлттың сипаты 5 қағидаға келіп тіреледі. Бірінші бұл тілі, екіншісі діні, үшіншісі дәстүрі, төртіншісі тарихы, бесінші атамекені. Яғни балаға осы 5 құндылықты бағалай білуді және қадірлей білуді біз балаларға үйретуіміз қажет. Құндылықтар шынайы ғана болады. Ол адамға тәуелді емес. Дей тұрғанмен, ол ең алдымен адам санасында орын алады. Құндылықтарды сезім арқылы қабылдап, ол сана арқылы түсінуге болады. Соның нәтижесінде тұлға құндылықтарды игереді, соған сай әрекет етеді. Қорыта айтқанда, балалар мектеп жасына дейінгі кезеңде бала өзінің ойындарына қатыстылықпен қарайды және өз ойын білдіруге ұмтылады. Теңгенің өз ойын шеберлігімен араласу үшін қажетті және жеткілікті болуы керек. Яғни бала өзінің ортасымен, құрдастарымен еркін қарым-қатынаста болуы керек. Мұндай қарым-қатынастың әрбір қатысушысы ең алдымен назарын аударып, құрдасының эмоциялық жауап қайтару керек. Балалардың қарым-қатынасы өзара әрекеттесудің нақты жағдайына және басқа балалар не істеп жатқанын және оның қолында болғанда ол не істей алатындығын көрсетеді. Яғни балалар үшін өзара қарым-қатынас бұл өте маңызды болып табылады. Біз осы бойынша білім беру саласындағы педагогикалық зерттеулер жүргізудің әдіснамалық негіздерін пайдаландық, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі оқулығын пайдаланасыз, және де гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау бойынша оқу әдістемелік құралдарды пайдалансаңыздар болады. Ал құрметті білім алушылар, назар салып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше.